Сәлем достар, сендерді шаттық шеңберіне шақырамын. Күндей жадырап, айдай арайлап, жұлдыздай жарқырап, судай мөлдір таза көңілмен бүгінгі күнді бастайық. Ендеше достар, апта күндерін атап өтейік. Сенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Балалар, бұл ненің дыбысы болды екен? Кеменің. Балалар, су асты әлеміне саяхатқа бізді алып кетуге кеме келіп тұр. Ендеше бірге саяхатқа шығайық. Ендеше балалар, суретке назар аударамыз. Дельфин. Балалар, қайталаймыз. Дельфин. Дельфин сүтқоректілер. Олар топтасып тіршілік етеді. Пішіні жұмыр, ұзындығы 1 метрден 10 метрге дейін жетеді. Тұмсығы ұзын. Балалар, келесі суретке назар аударамыз. Теңіз жұлдызы. Қайталаймыз. Теңіз жұлдызы. Тікенектілер су жәндігі. Пішініне сәйкес жұлдыздар деп атаға. Ашық қызыл түсті келеді. Келесі суретке назар аударайық. Атбалық. Қайталаймыз. Атбалық. Орташа пішінді, оның басы атқа ұқсайды. Денесінде талшықтары бар. Жануарлардан қорғайды. Ендеше келесі суретке назар аударамыз. Акула. Балалар, қайталаймыз. Акула. Олар жыртқыш болып келеді. Олардың 40-45 тісі бар. Шеміршекті балықтар тобына жатады. Келесі суретке назар аударайық. Медуза. Қайталаймыз. Медуза. Медуза домалақ болып келеді. Шар сияқты. Олар көбіне улы. Адамдар сақтану керек. Түсі күйдіреді. Келесі суретке назар аударамыз. Шаян. Қайталаймыз. Шаян. Шаянның екі көзі мен ауыз мүшелері алдында орналасқан. Екі жұп бунақталған мұртшалары бар. Екі аяғында қысқыштары бар. Балалар, сендерге су асты әлемі өте қызықты болып жатқан тәрізді. Шортан. Қайталаймыз. Шортан. Балалар, бұл жалпақ келген балық. Ұзындығы орташа келген. Түсі жасыл түстес. Тұмсығы өте ұзын келеді. Сегіз аяқ. Қайталаймыз балалар. Сегіз аяқ. Оның денесі алмұртқа ұқсайды. Ол түсін өзгерте алады. Жыртқыш, ұсақ балықтармен қоректенеді. Келесі суретке назар аударайық. Тас бақа. Қайталаймыз. Тас бақа. Оларды сауытына қарап
таанууга болот. Олар өсүмдүктер менен коректенеді. Балар, сендерге суу асты әлемі қызық болса, сергіп алайық. Көңіл-күй жақсы болса, ұршапалақ. Көңіл-күй жақсы болса, ұршапалақ. Көңіл-күй жақсы болса, ұршапалақ, шапалақ. Көңіл-күй жақсы болса, ұршапалақ. Қорқып тұрсаң, қолын менен бетті жап. Қорқып тұрсаң, қолын менен бетті жап. Қорқып тұрсаң, қолын менен бетті жап, бетті жап. Қорқып тұрсаң, қолын менен бетті жап. Жақсы көңіл күймен бүгінгі суретімізді салайық. Балалар, бізге түрлі түсті бояулар және қылқалам қажет. Қылқаламмен үстін дөңгелектеп, астын дөңгелектеп сызып, балықтың денесін жасап аламыз. Денесін бояп алған соң, балалар желбезек үшбұрыштап қанаттарын шығара бастаймыз. Алдымен құйрығы, одан соң екі қанатын шығарамыз. Балалар ұқыпты етіп, астын бұрыштарын бояп аламыз. Дайын болған балыққа қызыл түсті бояуды алып, желбезек қанаттарын бояймыз. Балықтың бас жағын бөлікке бөліп сызып, тұмсығын саламыз балықтың. Одан әрі көзін саламыз. Қызыл түсті бояумен желбез-желбез қатпарларын саламыз. Біздің алтын балық дайын. Ендеше балалар, дидактикалық ойын ойнауға шақырамын. Артығын тап. Балалар, суреттерге мұқият қараймыз. Суреттерге назар аударайық. Балалар, қай жануар су асты әлеміне жатпайды? Мұқият ойланып қараймыз. Дұрыс айтасыңдар, балапан. Балапан жер бетінде тіршілік ететін құс. Келесі суретке назар аударамыз. Қайсы суреттегі жануар артық? Су асты әлеміне жатпайтын. Жарайсыңдар, мысық. Үй жануары. Келесі суретке мұқият қараймыз. Қай жануар артық? Су асты әлеміне жатпайтын. Дұрыс айтасыңдар, ит су асты әлеміне жатпайтын жануар. Жарайсыңдар балалар, өте тапқыр екенсіңдер. Бүгінгі саяхатымыз аяқталған тәрізді. Бізді кеме күтіп тұр. Бүгін біз қайда саяхаттадық? Дұрыс айтасыңдар, су асты әлеміне. Сендерге ұнады ма? Ұнаса ендеше бүгінгі өткен тақырыпта ата-аналармен бірге су астында тіршілік ететін жануарлардың суретін салып, маған жіберіңіздер. Мен асыға күтемін.